Мә қудым мен. Жоқ, кешіріңдер, бұл Нұрлан Қаламырнасы. Так, видео басталған сияқты, да? Походу басталған сияқты. Не айтсам болады? Барлығына сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан Қалам. Бүгін бізде достар өте қызықты және ерекше видео болмақшы. Мұндай видеоны мен түсірген жоқпын достар каналымда. Бұл дейтін достар дәмсізгіштерге кішкене ұқсайды, бірақ мына жолы тамақты біз дейтін сатып алып жай ғана жемейміз. Мына жолы мен өзім пісіретін болам тағамды. И сол себепті достар мен мынандай бір продуктылар сатып алдым. Бүгін біз дейтін достар видео названиясынан көргендеріңіздей, мен достар ешқашан өз қолыммен бургер пісіріп көрген жоқпын. Сол себепті бүгін маған шынымен қызық туып тұр. Мен бургер пісіре аламын ба, пісіре алмаймын ба? В общем, сатып алдым мындай бір продуктыларды сіздерге көрсетем. В общем, достар, білмеймін, бұл видео қызықты бола ма? Бүгін мен дейтін повар боламын, достар. Лайк басып жіберіңдер. Алиса, как приготовить бургер? Ответ из интернета. Бургер в домашних условиях. 10 пошаговых рецептов приготовления. Приготовление... Ладно, Алиса. Стоп, Алиса. Я сам знаю, как приготовить. Нет. Деп орысша сөйлеп кетсең де қатысы жоқ, достар. Бізде мында еще қонақта Алиса бар. Алиса, скажи привет нашим зрителям. Привет. А вы любите смотреть наши прямые эфиры? Бұл прямой эфир емес, бұл дейтін YouTube. Алиса, YouTube. YouTube'қа түсіріп жатырық, Алиса. Мы снимаем на YouTube. Короче, достар, мен осындай ингредиенттер алдым, қазір көрсетейін ба? Давайте, достар, ампакинг жасайын. Ампакинг былай жасаймыз ба, достар? Давай, бүйтіп жасайық. Нихуя себе! Ебой, достар, міне, короче, заттардың барлығы уже шығып тұр. Міне, көріп тұрғандарыңыздай. Тайын таныстырып жейін, достар, мына жерде не бар бізде? Әрине, достар, ең біріншісі, давайте булочкадан бастайық. Бізде мынандай бір булочка бар, достар. Короче, бұл кәдімгі қарапайым булочка, шын айтсам, мындай гамбургерлерге арналған булочка. Сол себепті мен әрине бұны алдым. Қараңыздар, достар, даже мынандай Макдональдстағы булочкаға ұқсайды. Шын айтсам, достар, реально бұл кәдімгі сапалы, кәдімгі булочка. Осыған кәп пісіретін боламыз. Сонымен қатар бізде әрине, достар, мұнда помидор, огурцы, сосын әрине бізде мұнда сыр бар. Сыр жақсы көремін, достар. Сырды салатын боламыз. И әрине, достар, ең маңыздысы бургерде бұл әрине котлета. Котлета бар, достар, мындай сиырдың етімен. В общем, осындай котлета алдым. Әрине, сосын кетчуп. Енді бұл керекті заттардың бірі. И әрине, достар, мұнау. Мұнан аты білмеймін, достар, қайда? Салат па? Салат дейді, да, осыны салат, листья салата деймін, алайды. В общем, шөп, короче. Осыны салатын боламыз, в общем, кәдімгі эстетский бургер жасайтын боламыз. Әрине, сосын мынандай бір май алдым. Жалпы, короче, түсінікті. Шын айтсам, достар, бұл үй дейтін мен үйім бес, достар. Өздеріңізді түсініп отқан шығарсыздар. Мына локацияны сіздер бірінші рет көріп тұрсыздар. Ол мен үйім бес, сол себепті мұнда кейбір заттар жоқ, яғни. Мұнда, достар, мұнда пышақ бар ма? Мен қазір немен кесем, түсініп тұрған жоқпын. Так, пышақ бар ма мұнда? Пышақ қайда? Ё-майо. Короче, мен үйім бес, достар, арендаға алған үй. Осы видеоны түсіру үшін, достар, осындай бір кухня алып алдым, короче, білмеймін, осындай. Короче, жақсы екен бұл. Бар екен, достар. Бар екен, достар. Пышақ бар, достар. В общем, біз енді кесе аламыз тағамдарды. Бұл әрине жақсы. Мына жерге қоямыз, так, датчичек бар ма екен? Жоқ, жалпы ұнап жатыр маған. Мына үй, короче, мұнда, күшті, мына жерде пространство көп. Стоп. Пока нуб бургер пісірмей тұрып, менде сіздерге айтар өте пайдалы ақпарат бар. Мен білем, менің көпшілік көрермендерім бұл студенттер және оқушылар. Сіздердің көпшілігіңіз ойлайтын шығарсыздар алдағы уақытта қандай мамандық алу деп. Мен сіздерге HTML Academy курстарын ұсынамын. Не себепті HTML Academy деп сұрап отқан боларсыздар? HTML Academy'нің онлайн курсын оқыған адамдар қазіргі замандағы сұраныста тұрған мамандықтарды игере алады. IT мамандығын тез арада игеріп, кез келген жерден жұмыс жасап, үлкен табыстар жасауыңызға болады. Веб-разработчик, фронт-энд разработчик мамандықтарын игеріңіз. HTML Academy курстарын Ресейдің үлкен вуздары мойындаған. Сол себепті білімнің сапасы жоғары деңгейде. HTML, CSS және JavaScript бойынша ең үлкен тренажерлар жиынтығы бар. HTML Academy онлайн курсын бітірген адамдарға сертификат беріліп, жұмысқа орналасуға көмектеседі. Сол себепті сіз минуста қалмайсыз. Дәл қазір фронт-энд разработчик курсына 80%-ға дейін жеңілдіктер жүріп жатыр. Курс жалпы неден тұрады? Бірінші
Біріншіден, лайв жазбалар, тікелей эфирдегі бейнематериалдар, онда оқытушылар теория мен практикадан күрделі сәттерді талдайды. Екіншіден, тренажерлер, интерактивті демонстрациясы бар HTML және CSS тренажерларына қол жеткізу, виртуалды макетті басқарыңыз және прогрессті қадағалаңыз. Үшіншіден, оқу жобалары, оқу жобаларын орындау арқылы алған білімдерін бекіту. Төртіншіден, тәлімгерлерді қолдау, тәуелсіз курсты өту барысында сіз жабық чатта кезекші тәлімгердің көмегіне жүгіне аласыз. Достар, егер де сіздерге осы айтқан мәлімет керекті және пайдалы болса, онда видеоның астында HTML Академия сайтына сілтеме болады. Сол сілтемеден өтіп, заявка қалдырып кетіңіздер. Айтқанымдай, фронтенд разработчик курсына қазіргі уақытта 80%-ға дейін жеңілдіктер жүріп жатыр. Курстың бағасы айына тек қана 56 000 теңге. Бұл акция мамырдың соңына дейін созылады, сол себепті үлгеріп қалыңыздар. Давайте түсірейін, тағамдарымды жайлап пісіре берейік енді жайлап. Қазір мынаны бәрін кесем, в общем. И қазір, ойбай, менде қазан бар ма айтпақшы? Қазан бар ма? Қазан бар екен, достар. Мынандай бар екен бізде. Так, осыған пісіреміз сонда. Так, мындай газовка бар бізде. Газовка саламыз. Короче, пісіреміз, достар. Мен уже қарным ашып батыр, достар. Ема, жаман қарным ашып батыр. Мен бүгін вообще целый день жеген жоқпын, достар. Вообще тамаш кен жоқпын. Қазір қарным кәдімгі құрылдап отыр. Короче, қазір бургер нормально шығатын шығар деген ойдамын. Енді өліп қалмай әйтеуір өз бургерімді жеп, мен бірінші рет пісірейін деп жатырмын. Жаман шықса да жеп қоятын сияқтымын, походу. Мейлі, короче, кеттік ал. Помидор жуып жатырмын. Так, помидор жудым. Огурцы жуып жатырмын. Так, огурцы да бітті. Мынаны қалай кеседі айтпақшы. Просто біреуін алып атты былай. Кәдімгі, точно жейтін зат па? Точно жейтін зат па, жейтін зат, жалпы. Жалпы жейтін зат. Салат деп тұр мына жерде. Есть такой салат. Мынау баратын сияқты міне осындай. Бізге қазір помидорды кесу керек. Мен, достар, осылай кесем ал. Міне, достар. Міне. Пайда болды бізде біреуі, міне. Міне, достар, біздің помидоры. Осын салатын боламыз. Біреу жарайды да сонда, получается. Сонан бәрі кереміз болып қалды ма? Давайте тағы да біреуін кесіп қойық, на всякий случай. Вот так. Вот. Помидорымыз болды. Огурцыды кесу керек енді. Достар, огурцыды қалай кесем мен? Мен соны вообще түсінбеппін даже. Былай кесем бе? Кішкентай ғой. Короче, бітем, достар, осы 3-4-еуін үстем де. Міне, короче. В общем, огурцыды кестім нормально. Сыр аламыз. 2 сыр аламыз, достар. Маған 2 сыр керек. Мен сыр жақсы көремін, достар. Сол себепті бізде 2 сыр болады. Так, қазанды жуып қойдым, достар. Осының ішіне котлетам пісіретін боламыз. Так, қайсыған пісіреміз, достар? Осы жерге қоя берейік та онда. Так, мына астын жағу керек. Так, дұрыс жағып отқан шығарым деген ойдамын. Май қойға айтпақшы. Так, май қоямыз. Осы майды алу кәдімгі проблема. Так. Масло, чтобы попа не погасло. Все, болды, құйдым. Так, май бар, достар, ішінде май бар. Так, астын қостым, май құйдым. Енді бізде әрине котлеты енді бізде. Так, мына котлетін алу керек. Мына котлета нормальный шығар деген ойдамын, достар. Мында халал деп жазылып тұр. Так, мына жерде мындай халал деп жазылып тұр. Так, что, достар, сенуге болады бұған. Надеюсь. Так, біреуін аламыз қазір. Так, біреуін аламыз тек қана. Чоны өп-үлкен, достар, қарандаш. Мына котлета жартысын кесіп тастау керек сияқты мынаны. Енді тоқтады, бәрін кесейікші жақсы. Бәрін пісіреміз, достар, осыны бәрін пісіреміз де. Потом кейін бургерге салған кезде жартысын кесіп аламын. Шын айтсам, өзімді Брайан Мапс сияқты сезініп тұрмын. Тоже, достар, короче, бургер пісіріп жатырмын. Ода кезінде бургер пісірген. Егер де естерінде болса, вообще егер де көретін болсаңыздар орыс ютуберлерін, мен Брайан Мапс жақсы көремін, жалпы видеоларын көремін. И осы видеода тоже шынына керек. Содан сықып кеттім десек. Камера записывает. Записывай, сучка. Если ты выключишься, я тебя убью, понятно? Ты вообще руками... Я сломал котлету! Фак! И осы видеоны, достар, мен сол Брайан Мапстан шабыттанып түсірген түрім ғой. Жалпы өз видеоны айт, достар, тамақ пісірген. Мен бұрыннан бері тамақ пісіремін. Бірақ аса ұнатпаймын тамақ пісіргенді. Бірақ бұрында көп пісіретінмін. Бұрында Атырауда отырғанда мен жалпы көп пісіріп жүрдім. Так, мына біздің майымызға не болып жатыр? Мынау ішінде нормально күйдіріп жатырмын. Мындай газға вообще пісіріп көрмеппін ешқашан. Давайте қайтадан қойық мына жерге. И давайте котлетамызды давайте салайық, достар. Давай. Салдық, достар, котлетамызды. Пісетін шығар деген ойдамын. 2000 years later. Мынаның пісетін түрі бар ма? Күтіп отқаныма уже 2-3 минут болды, но әлі жанбай жатыр. Тоқта.
Ты чё, ебанутый? Жәле бұрқырап бастап отқан сияқты. О, достар, наконец-то біздің котлетіміз пісіп жатыр. Міне дауысын естисіздер ме? Короче, достар, міне осындай иіс шығып жатыр. Дыбыс шығып жатыр. Кайф. Иісі маған ұнап тұр, достар. Так, менде мынандай достар не бар? Осымен қазір айналдырамыз. Короче, ана жағы піскен кезде. Так, пока мына жағы пісіп жатыр. Давайте мына жақ бетін. Ойбай, құрсын, шашырақ кетпесе. Так, нормально пісіп жатыр. Нормально, қазір сағады қайтадан дұрыстап піссін, но біздің айналдырамын қайтадан. Походу, достар, біздің котлета піскен сияқты уже, өткені қарайып кетті шамалы уже кішкене. Нормально уже, піскен дәмін еш шығып тұр уже. Все, онда біз дейтін, білесіздер ме, не істейтін? Давайте до конца пісе берсін. Бізге онда қазір булочканы алу керек. Міне біздің булочкалер, осын булочканың үстіне, короче, енді мынау асты, мынау үсті. Короче, қазір қойып бастаймыз желе потихоньку. Давайте кеттік ал. Так, астына нені қоямыз? Әшше мен соны түсініп тұрған жоқпын. Нені қояды астына? Ең астына котлеті қояды екен айтпақшы. Так, бізде котлеті уже пісті по идее. Блин, жақсырақ кетті олды ма? Так, все, достар, мен өшірем мынаны. Біздің котлета пісті міне осындай. Булочканы аламыз, мынаны саламыз. Мен айтпақшы, кішірейіп қалыпты, достар, қараңыздар. Қараңдар, пісірген кезде идеально болып қалды мына астына, қараңдар. Жоқ, шынымен де қараңыздар, пісірген кезде котлетасы кішірейіп қалды да, міне осындай болып қалды. Енді прям идеальный размер ғой, ну. Келесі бізде не ол? Сыр шығар да. Так, давайте сыр қойдық. Сырды былай қоямыз. Екінші сырды қоямыз. Одан кейін помидорды қоямыз. Так, екі помидор қойсақ та болады, в принципе, бірақ көп болып кететін сияқты. Так что давайте бір помидор тұра берсін. Одан кейін огурчиктарды. Давайте огурчиктардан тоже тек қана екеу. Тағы бір сыр. Давайте огурчиктарды астына қойып, қайтпесе пропорционально болмай қалады. Так, осылай. Так, осылай. И бізге әрине мына шөп керек. Так, салатты мына жерге үстіп қалай қойсақ болады мынаны. Салатты қойдық. Мынаны үстіне жабамыз. Бізде, достар, міне осындай бургер шықты. Қалай, достар? Мына түрі нормально ғой, қараңдар. Достар, натуре бургер ғой. Мен ойлаған жоқпын бүгін бургер шығады деп. Мен ойласам, бір онша емес бірден шығатын бор деп. Бірақ қараңыздар. Қалам бургерге тапсырыс беріңіздер. Сілтемесі описанияда. Достар, маған шынымен де өзімнің бургернымды жасау керек сияқты. Өйткені қараңдар, ешқандай керемет. Шын айтсам, бұл бір бахандиға ұқсай ма? Короче, достар, қалам бургер, заказ беріңіздер. Болашақта, достар, егерде мен бизнесмен болып жатсам, осындай бургерлер сататын болам, қалам бургерді. Бірақ шынына керек, мен әлі дәмін білмеймін ғой. Бәлкім дәмі онша емес шығар. Қазір көретін боламыз дәмін. Пока айтпа қойың, жақсы ма, жаман ба? Бәлкім просто түрі нормально, бірақ дәмі онша емес шығар. Қазір бірге көретін боламыз. Саламброның конкуренті болам, достар, бұйырса. Саламбро. Міне сенің конкурентің Қаламбро. Жоқ, Қаламбургер. Мә, достар, мен кетчуп ұмытып кеттім ғой айтпақшы. Йо-майо, қалай мен кетчуп ұмытып бара жатырмын. Так, кетчуп салып жіберейік осылай. Міне енді норм. Вот, осылай. Так, міне, достар, кетчупын да салдым. Енді 100%-ні қаламбургер дайын болды. Так, бізге на котлеттардан алып тастау керек. Енді, достар, соңғы зат қалды. Бұл әрине, достар, микроволновкаға салып, кішкене жылтылайық. Мынаны аламыз, бургерімізді қоямыз. Превьюға фотоға түсіп алайын. Превьюға барама осы? Блин, маяғы батыр ғой, ё-майо. Бля, жердің бәрі май қылдым. Бля, мына бәрі енді. Короче, номер сүртте салам ал. Арендатель кешір. Қаламбургер қазір неге баратын болады. И так. Оп. И так, средний. Енді 5 минуттай күтетін боламыз біздің бургерімізді. Содан кейін біз дейтін дегустацияға көшетін боламыз. Дегустациядан кейін мен өліп қалмайтын шығар деген ойдамын. Шын айтсам, тезірек жесем ғой. Қарным ашып кетті, что-то прям реально бағадан бері пісіріп қарным ашып кетті. A few moments later. В общем, микроволновкадан алдым біздің бургерді, қалам бургерді микроволновкадан алдым. Так, кішкене былай езіліп кетті сырын көп салғасын, сыры езіліп кетіпті. Ну, а так былай нормально. Сейчас енді, достар, давайте дегустацияға көшейік. Если что, микрофон, достар, егерде түсінбей жатсаңыздар, негені телефонды қайта қолынан қоймайды деп, микрофон, короче, бізге. Ал, достар, дайынсыздар ма? Мен дайынмын. Менің қарным дайын, достар, менің қарным қарнашып батыр. Блин, ыссы екен кәдімгідей, давайте күттік. Ал, піссім, кеттік ал.
болыватса да. Шутка. Такой домашний бургер, достар, я бұл. Домашний. Макдональдс емес енді, я базар жоқ, бірақ... Достар, бұл кайфовый бургер, достар, бұл саламбуру барлығынан жақсы. Қаламбургер сатып аламыз. Мені бизнесмендер қарап отса, жазыңдар. Қаламбургер ашамыз бұйырса, давайте, маған көмектесіңдер, ақша беріңдер, мен ашам, сіздер маған инвестиция жасаңыздар. Сосын біз қаламбургер ашамыз и Алматы бойынша сататын боламыз. Бәше бүкіл Қазақстан бойынша, потом шетелге барамыз деп, менде армандап кетсем да. Простой бургер пісіре салып еді, уже сразу уже дала кетіп қалдым ба. Советую, достар, еще мен бана жасағанды сияқты қайталаңыздар. И сіздерде тоже кайфово шығады. Жалпы ингредиенттардың барлығы маған қанша шығып еді? 7 мыңға шықты. Я, потому что мен барлығын жаңадан алдым, помидор, огурцы, бәрін алдым, нан, там котлет, даже сүйік майға дейін барлығын өзім алдым. Егер сіздерде үйлеріңізде помидор, огурцы барлығы болса, котлета, онда сіздерге даже бесплатно шығады бұл бургерный жалпы. В общем, кайфово, достар, мен давай жевайыншы, достар, мен қарным ашып кетті. Так, бізде мұнда кола керек болып тұр, әйтпесе, реально бургерді коламен жесең тема кететін өздерінде білетін шығарсыздар. Made in heaven. В общем, мен реакциямды түсінген шығарсыздар. Бургер шынымен де жақсы шыққан. Я айта алмаймын, достар, бұл Макдональдс деп, Бургер Кинг деп айта алмаймын, бірақ сонда да былай домашний бургер шын мен ойымша өте сочный және дәмді шыққан сияқты. Әрине сіздер жей алмайсыздар, сол сияқты баға бере алмайсыздар, бірақ мен, достар, бургердің неше түрін жедім, достар. Мен Баханди жедім, Макдональдс жедім, Бургер Кинг жедім. Конечно, мен бүкіл бургерлердің почти бәрін жеп шықтым. Так что, достар, мен білем бургерлердің дәмдері қандай екен. И шынына керек, бұл бургер жақсы шықты, реально. Мен мындай бургерге даже заказ берер едім даже. И тойымды ең бастысы, и шынына керек, менде продуктылар әлі көп. Мен мындай бургердің тағы да 4-5 жасап тастай аламын. Өйткені продуктылар жетеді, тағы да 4-5 жасап тастауға. Короче, достар, шынымен де экономный екен. Яғни 7 мыңға продуктыларды алып алып, потом пісіре берсеңіздер болады, бургер бірнеше 10 бургер пісіріп тастасаңыз болады даже. Хотя 10 бургер шықпайтын сияқты, 6 бургер максимально, өйткені котлета қарайсыздар ғой. Анда менде 6 котлета, соған қарағанда 6 бургер жасау болады. Алиса, как тебе мой бургер? Что, нравится? Он очень вкусный. А вы умеете готовить такой бургер дома? Хочешь попробовать? Я бы с удовольствием попробовала. А вы часто готовите подобные блюда? Нет, я сегодня первый раз приготовил, и довольно неплохо вышло для первого раза. Вы готовили из натуральных продуктов? Да. Короче, бургерге мен шын айтсам, баға беретін болсам, давайте дәмсізгіштер сияқты оценка берейік болғанда, мен бұл бургерге 8 балл берер едім. Я 9 емес, өйткені все-таки тағы да бірдейлер қосуға болатын еді, неше түрлі тағы да соустарды, там терияки, анау түрлі нәрселер қоссаң, мощный шығатын еді, 9 қоюға болатын еді. Бірақ бұлай даже білмеймін 7 шығар, даже 7-8 короче. Бірақ бұлай үйде жесең кайф негізі, үйде пісіріп бұлай жеп жүрсең негізі жаман емес. Так, кішкене қалды, достар, до конца жеп тастау керек. Все, бітті. Короче, рахмет, достар, қарағандарыңызға. Сіздермен бірге болған Нұрлан Қалам. Бүгін мен бургер бірінші рет пісіріп көрдім. И сіздерге де ұнаған шығар деген ойдамын. Если еще лайктарыңызды басып жүріңіздер. Егер де, достар, тағы да осындай видеолар қаласаңдар, сіздер білесіздер не істеу керек екенін. Так что келесі кездесеміз. Сау болыңдар.